Қайырлы күн достар, эфирде Қажылғызы Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанара Сәрсенқызы. Жолшы ғылыми журналымыздың жаңа басылымы жарыққа шыққаны туралы қуана хабарлаймыз. Журнал басылымы мен жаршы.қажылғызы.kz сайт арқылы таныса аласыз. Мақалаларды ұсыну үшін оларды журнал талаптарына сәйкес рәсімдеп сайт арқылы жолдаңыз. Resmbis.Қажылғызы.kz базасында жол құрылысына арналған минералды ұнтақ және цемент өндірушілер тізілімі пайда болады. Тізілімдер жол құрылысында қолданылатын минералды ұнтақ пен цемент өндірушілерді тізбесін көрсетеді. Бұл деректер жоба авторлары мен құрылыстағы тапсырыс берушінің жұмысында қажет. Осы тізілімге енгізу Resmbis.Қажылғызы.kz сайтында өтініш беру арқылы жүзеге асырылады. Қазақстандық ғалымдардың ғылыми әзірлемелері бірыңғай базаға қосылатын болады. Отандық ғалымдарды қолдау мақсатында Resmbis.Қажылғызы.kz сайтында қазақстандық ғалымдардың ғылыми әзірлемелеріне арналған бөлім іске қосылады. Біз жол саласындағы барлық отандық ғалымдарды базаға тіркелуге шақырамыз. Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясымен бірлесіп сіздерді Мұхамеджан Тынышпаев атындағы АЛТ университеті акционерлік қоғамы базасы негізінде өтетін жол құрылыс ғылым және бизнес іс-шарасында қатысуға шақырады. Соңғы жылдары Қазақстанның автожол саласы ғылыми және цифрлық салаларда айтарлықтай оң нәтиже көрсетіп келеді. 2 жылдың ішінде институт нормативтік базаны жаңартты. Сонымен қатар халықаралық және отандық стандарттауға талдау жасады. Отандық ғалымдардың жетістіктері туралы Қажылғызы президенті Арман Алибаева Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатынан оқи аласыздар. Қажылғызы мамандары әзірлеген орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы автомобиль жолдарын күтіп ұстауына арналған сметалық нормативтік базаны автоматтандырылған бағдарламаға біріккен туралы қуана хабарлаймыз. Соның арқасында сіздер сметалық құнын ABS жүйесінде есептей аласыз. Жақын арада база сана бағдарламасында қолжетімді болады. Енді орташа және ағымдағы жолдарды жөндеуге және күтіп ұстауға кететін шығындарды уақытыңызды үнемдейтін және адамдық факторды жоятын бағдарламада есептелетін болады. Қажылғызы акционерлік қоғамы Алматы қалалық филиалының қабырғасында цемент және бетон құрамының іріктеу бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары өтті. Естеріңізге сала кетейік, Қажылғызыде құзыреттілікті дамыту орталығы 32 білім беру бағдарламасы бойынша курстар ұйымдастырады.